Октавиус. Норман, Саған не болған? маған? Сен мәйітсің. Бұл не дегенің? Сен өлгенсің. Норман, көп жылдар бұрын. Сенің есің ауысқан. Мыналарың маған ұнап жатыр. Сен не деп тұрсың өзі? Міне ол біздің алдымызда тұр ғой. Екеуі де өлмекші адаммен шайқаста қаза тапты. Олар да барлық жаңалықтан көрсетті. Жасыл гоблин өзінің глайдеріне қадалып өлді. Ал бірнеше жылдан кейін Октавиус, сен өзіңнің өнер табысымен су түбіне кеттің. Бос сөз. Өлмекші адам менің реакторымды өшірмек болды. Мен оны ұстап алдым. Мен оның тамағынан қысып тұрдым дағына, сосын осында тап болдым. Жарайды, мен сендерге одан да жақсырағын айтып берейін. Өрмекші адам менен көп нәрсені тартып алды. Сөйтіп мен оны өлтірмек болдым. Ал ол болса электр желілерін түйістіріп, үлкен таза энергия шоғын айналдыр. Сөйтіп содан кейін мен өле бастадым. Макс, білесің бе, мен де өлдім бе? Тағы біреуін ұстадыңдар ма? Жоқ, Стрэндж, ол қауіпті емес. Бәрі дұрыс. Мынау не? Ежелгі артефакт, макинада декадабрес. Бұл бұзылған сиқырды қолыптайды. Сөйтіп мен рәсімді орындасам, бәрі кері болады да, мына адамдардың бәрі өз әлемдеріне қайтады. Ол сосын? Өлеміз бе? Жоқ, мен бұған қарсымын. Мені босатыңдар, Питер! Стрэндж, оларды қазір қайтарудың қажеті жоқ. Неге? Олардың кейбіреулері өледі ғой. Паркер. Бұл олардың тағдыры. Қане, Стрэндж, оларды аясаңшы. Мультиғаламның есебінде бұл құрбандық олардың өмірінен де маңыздырақ. Кешір, балақай. Бұл олардың тағдырына жазылған. Жібер! Досым, сен не істедің? Қане дереу бұл жерден қаш! Сондықтан да менің балаларым жоқ.